Әжемнің асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз дүкенге барғанша үйде жасай салатын майонез дайындаймыз. Дәмін татып көріңіздер, өте дәмді. Егер де ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Бізге керекті заттар. Ол уксус, столовый бізде 9%. Әжемнің айтуы бойынша уксус қосқан заттар тез айнып кетпейді. Және де біз әрдайым 9% уксусты қолданамыз. Өйткені үлкен проценттік уксустарды қолдансаңыздар, онда асханаларыңызға зиян болады. Горчица, бір жұмыртқа, қант, және де тұз. Және де бізде май. Бірінші біз майымызды қосамыз, май 200 мл қажет. Ал енді жұмыртқа, бір жұмыртқа. Қант, бір шай қасық. Тұз, жарты шай қасық. Ал енді достар, шай қасықты толтырмай 2 шай қасық горчица қосамыз. Міне горчицамызды қостық. Енді уксус. Жарты ас қасық. Достар, ал енді біз блендермен араласқанда, біздің майонезіміз осы жаққа дейін көтерілу қажет төбеге. Көтеріліп болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, осындай көбігі жоғарыға көтерілмей, біз блендерімізді көтеріп араластырмаймыз. Ал достар, енді блендерді жай көтеріп және араластырып. Міне достар, қойылуға осылай болуы қажет. Ал енді осыны біз тарелкемізге құямыз. Достар, дүкенге барып жүргенше, үйдегі бар заттардан осындай майонез жасап дәмін татып көргендеріңіз жөн. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.